Ханша, ал жасым 14-те. 3 жыл бұрын біз осы кең және жарық пәтерге көштік. Жан түршіктірер оқиға сол пәтерде басталды. Түнде көзім енді ұйқыға кете бастағанда алдымнан бір әйел пайда болды. Оның көздері өте қорқынышты, жап-жасыл болатын. Менің бойымды үрей билеп қозғала алмай қалдым. Сәлден соң ол кетіп қалды. Мен бірден ұйықтап қалыппын. Болған жайт туралы ешкімге тіс жарып айтпадым. Өйткені ата-анам мені есі ауысқан деп ойлап қалуы мүмкін еді. Уақыт өте келе әртүрлі дыбыстар, біреудің жүргенін ести бастадым және қап-қара көлеңкелерді де жиі кездестіретін болдым. Мен өзімді есімнен ауыстым деп ойладым, бірақ бәрібір ешкімге қорқынышымды айта алмадым. Басымнан өтіп жатқан сұмдық жағдайды достарыма айтсам да болатын еді. Алайда кез келген қиындықты жалғыз өзім шешіп үйренгенмін. Сондықтан да не болса да өзім көрермін деген ойға келдім. Ең қорқынышты жағдай 13 жасымда болды. Әлгі қара көлеңке құлағымнан салып қалды. Осыдан кейін мен бәрін анама ашық айтып бердім. Анам мүлдем таңғалған жоқ. Мен екі жақтың қиылысқан нүктесі болып шықтым. Әкем жақтан да, анам жақтан да. Былайша айтқанда менің екі үлкен әжем мыстан болған және екеуінің бар күші маған берілуі керек екен. Айтпақшы, анам да мыстан. Бірақ сиқыр өте көп жауапкершілікті қажет еткен соң тылсым күштен бас тартыпты. Ал мені керісінше сиқырға тартып тұратын. Мен мұны анама айтып едім, ол қуанып кетті. Біраз күннен кейін мені тылсым дүниемен таныстыру рәсімі өткізілді. Бұл бір ерекше қорқынышты рәсім болды. Әсіресе үлкен әжемді шақырған кезде. Әлгі маған ұйқы бермей жүрген әйел шыға келді. Ол менің аузымды ашып 3 рет түкірді. Осылайша мен сиқырлы күш иесі болып шыға келдім. Негізі менің бойымда сиқырлы телекинез жақсы дамыған екен. Ал темір заттарды өзіме тартып алатын қасиетім бар. Біз нағыз мыстан болсақ та, сиқырды тек пайдалы істерге жұмсауымыз керек. Бұл жөнінде үлкен әжем қатаң ескерту жасап кетті. Ең бірінші істегенім, тамақ ішерде қасық пышақтарды өзіме тартып алдым. Вау, бұл сондай ғажап. Мен қант немесе қасық алу үшін қолымды созбаймын. Ал теледидардың пульті артымнан күшік сияқты ұшып жүреді. Кейде диванда жатып ақ шаңсорғышпен үй жинап шаңды сүртіп алатынмын. Сосын мектептегі бұзақыларды жазалай бастадым. Аяқ киімдерін бауларын бір-бірімен байлап қоятынмын. Дәлізде кетіп бара жатқандарды оп-оңай шалқасынан түсіретінмін. Ал қыздарға қарай қар лақтырса, ұшып келе жатқан қарды бұрып, үлкен сыныптың жігіттеріне жұмсайтынмын. Осылайша бойымдағы ерекше қасиетімді пайдаланып, көңіл көтеретінмін. Бір күні үйде жалғыз отыр едім. Теледидар көрейін деп пультті өзіме тартқан кезде, бац! Пульт тура бетіме кеп соғылды. Ой, күшімді сәл артық жұмсап қойған сияқтымын деп ойладым. Қуырылған жігеріні де өзіме тартып едім, төбемде біраз айналып тұрды да үстіме шашылып кетті. Бұл енді күлкілі емес. Анама хабарласайын десем, телефоным төсек асты секіріп кетті. Сосын отырған орындығым секеңдеп, бөлме ішінде тоқтамай ұша бастады. Мен арқасына жабысып алып бар даусыммен айғайлай бердім. Көмекке шақырдым, кешірім сұрадым, жыладым. Бұл ұзақ уақыт қайталанды. Сосын мені басқа бір күш төсекке лақтырып жіберді де, көзім шарасынан шығып кеткенше қыса бастады. Бір кезде мен үлкен әжемнің шіңкілдеген дауысын естідім. Сені ме оңбаған қатын? Саған пультті ертіп жүру үшін сиқыр бердім бе? Егер дұрыстап ойланбасаң, мен сені құртқа айналдырып жіберемін деді. Сол сәтте бәрі басылды. Кешірші мен үлкен әже деп айтып жатып оянып кеттім. Қасымда анам күлімсіреп отыр екен. Сол кезде ғана неге оның мыстан болғысы келмегенін түсіндім. Міне солай. Пікір жазып, лайк басуды да ұмытпаңдар. Әйтпесе сендерді де құртқа айналдырып жіберуі мүмкін. Қалжың әрине.